Барлығына сәлем. Не үшін Израиль және Палестина бір-біріні ұнатпайды? Не үшін бұл екі халық 25 мың шаршы километр болған жерді таласуда? Қазіргі күнде Израиль және Палестина арасындағы қақтығысу 1948 жылға қарағанда үлкен соғыс басталуына жақын тұр. Израиль 1948 жыл мамыр айында тәуелсіздік алды және Араб-Израиль соғысы басталған болатын. Өткен 70 жыл ішінде 10 мыңдаған адамның қаза табуына себеп болған бұл дау бірде төмендеп, бірде күшейіп тұрады, алайда ешқашан түгелдей тоқтап қалмайды. Палестина және Израиль армиялары бір-біріне ауа ракеталары арқылы соққы жасайды. Бұлардың барлығы ресми соғыс болмаған күннің өзінде орын алуда. Барлық кезде де Ресей Федерациясы және Бірлескен Ұлттар бұған алаңдайды және тез-тез ақылдасып тұрады. Алайда Израиль және Палестина арасындағы соғысқа бөгет бола алмайды. Палестинадағы Яхуди патшалығы заманымыздың бірінші ғасырында Рим империясы соққысынан кейін құлаған. Содан бері бұл аймақтың қожайындары бірнеше рет ауысқан. Алайда Европа елдері бойлап таралып кеткен яхудилар бұл жерді қайтару керек деп айтып келген. Австро-венгриялық журналист және Яхуди мемлекетін құруға әрекет жасап келген Теодор Герц 1896 жылда Яхуди атты жазба жазады. Онда Герц яхудиларға Палестинада өз елдеріне ие болулары үшін әлемді жәрдем беруге шақырады. Бір жылдан кейін ол әлем сионистік бірлестігіне негіз салады. Сионизм яхудилардың тарихи отандарына қайтуы және ол жерде өз мемлекетін құру идеологиясы. Жаймен, алайда нық қадаммен яхудилардың Палестинаға көшуі өсіп барды. Оларға Европадағы ең бай яхудилар жәрдем берді. Палестинадан жер сатып алу үшін оларға ақша жинап берді. 9 ғасыр ортасында Палестинада шамамен бар болғаны 400 мың кісі өмір сүрген болып, олардың бар болғаны 6 мыңы яхуди болып, қалғандары болса сүнни арабтар болған. Палестина Усманилар империясынан кедей аймағы болып, жерлердің көбі грек-араб феодалдарына тиесілі болған, және олар жерлерін жалға берген. Әлем сионистік бірлестігі дәл осы феодалдардан жер сатып алған, және содан кейін сатушыда алушыда диқандарға шарт қоя бастаған. Енді бұл жерде өмір сүрмейсіндер, дәлірек айтқанда жерлерін тартып алған. Даудың негізгі себебі дәл осыдан кейін пайда болған. Соғыстар, зорлық барлығы осы жер алды-саттысынан басталған. Палестинаға көшіп келген яхудилар үшін бұл көші 100 жылдық қаңғыбастықтан кейін өз отандарына қайту еді. Ғасырлар жалғасында бұл аймақта өмір сүріп келген арабтар үшін яхудилардың көшіп келуі шақырылмаған қонақтардың шабуылы еді. Олар үшін бұл жерге көшіп келу бұрындары ата-бабаларымыз осы жерде өмір сүрген және бұл жер бізге тиесілі деген сияқты әңгіме еді. Бірінші дүниежүзілік соғыста Усман империясы ыдырады. Ұлттар лигасы Палестина үстінен уақытынша бақылау Ұлыбританияға берілуін жариялады. Европадағы екі дүниежүзілік соғыс арасында шиеленіс себепті яхудилар Палестинаға көшуі тездеді. 1930 жылдың соңында Палестинада яхудилардың саны 400 мың адамға жетті. Саяси партиялар, заңсыз қаруланған бірлестіктер пайда бола бастады. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Бірлескен Ұлттар, яхудилар және арабтардың жалғыз мемлекет екендігі туралы ешқандай сөз болуы мүмкін емес деген ойға келді. Сол кезде қақтығысу басталуы мүмкін еді. Аймақты екіге халықтың орналасуына қарай яхуди және араб мемлекеттеріне бөлу туралы шешім қабылдады. Үштің қаласы болған Иерусалим халықаралық аймақ деп жарияланды. Палестинадағы яхудилар қоғамы бұл жоспарға қарсы болмады, алайда арабтар бұл туралы естуді де қаламады. Палестинаның бір бөлігі яхудиларға тиесілі болса, жер, от, қан ішінде қалады деп Араб жоғары комитеті жариялады. Бірлескен Ұлттар бәрібір өз ойында қалды. 1947 жылы 29 ноябрьде Палестинаны бөлу туралы резолюция қабылданды. Мысыр, Сирия, Ливан, Ирақ және тағы басқалар Израильге бастырып кірді. Талап біреу еді: Палестина арабтардікі болуы шарт. Алайда араб мемлекеттері ешқандай нәтижеге қол жеткізе алмады. 1949 жылы июльге келіп, Израиль барлық шабуылдарды қайтарды және бастырып кірген көршілерін ауыр күйге салып қойды. Сонымен қатар ол Бірлескен Ұлттар жоспарынан артық тағы 1300 км² жерді басып алды. Палестинада араб мемлекетін құру үшін бөлінген жерден қалған аймақта Мысыр және Иордания өзенінің батыс жағалауы және шығыс Иерусалимді өз бақылауына алды. 1967 жылда Мысыр және Сирия Израиль шекарасына көп санды көршілерін орналастырды. Яхудилар бұны шабуылға дайындық деп бағалап, 5 июнь күні ескертуші соққы берді. Израиль 6 күн ішінде араб ауа әскери күштерін талқандап тастады.
Бұл оқиға тарихқа 6 күндік соғыс атымен кірді. 1949 жылдан бері Иорданияға тиесілі болған Иордан өзенінің батыс жағалауы, Мысыр бақылауында болған Газа секторы және Синай жартылай өзені, Сирияның батыс төбесі соғыс соңында Израильға өтті. Шығыс Иерусалимде астында қалды. 6 күндік соғысты арабтар қайталау деп атайды. Бұл жолғы жеңіліс алдыңғысынан ауыр тиді және 100 мыңдаған палестиндік арабтар үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Израиль 800-ге жақын кісі жоғалтып, араб мемлекеті болса 15 мыңға жақын әскерінен айырылды. Сонымен қатар Израиль өз аймағын 3 есеге үлкендетіп алды. Израиль 1980 жылда Иерусалимді жалғыз бөлінбес астанасы деп жариялады. Бірлескен ұлттар әлемдік қоғамды бұл шешімді заңсыз деп қабылдауға шақырып келді. Израильмен келісімді талқылау барысында Палестина 1967 жылға дейін болған шекараны өзіне қайтару және де Иордан өзенінің жағалауы және де Газа сектор Палестина мемлекеті аймағы деп мойындауды сұрап келеді. Проблеманың басты себебі 1967 жылға дейін Иерусалим Израильдікі болмаған. Израиль Иерусалим артысында палестиндарға беруге қарсы шығып келуде. Палестина көшбасшыларын тұрақты деп айтуға қиын болған жағдайда Израиль оларға шығыс Иерусалим мүмкін емес деп есептейді. Палестина Израиль дауы мен араб Израиль дауын шатастырмау керек. Исхак Рабин және Ясир Арафат ақш президенті Клинтон басқыншылығында Осло тәжірибесін бастады. Норвегия астанасында Палестина проблемаларын шешу жолдары талқыланған кездесулер өткізілді. Нәтижеде 1993-95 жылдарда екі жақтама келісім болды. Нәтижеде Палестина өкіметі болған Палестина ұлттық қоғамы құрылды. Газа секторы және батыс өзенінің кіші бөлігі оның қоғамдық бақылауына өтті. Сонымен қатар Израиль қоғам шекараларын бақылап тұратын еді. 1995 жылда Иорданиямен тыныштыққа қол қойған және Палестинамен келісім түзуге жол ашқан бас уәзір Исхак Рабин Израиль халқын Осло келісімнен сақтап қалған Игал әмір жағынан атып өлтірілді. Раббиннің өліміне қарамастан келісім жалғасты. 2002 жылда Арафат және Израильдің жаңа бас уәзірі Яхуд Барак Билл Клинтон басқыншылығындағы толық Палестина мемлекетін құру туралы келісім шартты қол қою керек болған. Кемп Дэвидтағы саммит бұл процестің биік шыңы болуы шарт еді. Алайда бұндай болмады. Арафатқа Иерусалимнің тәуелсіздігі және барлық палестиндықтардың үйін қайтару ұсынылмады. Одан бөлек оның болашақ Палестина мемлекеті аймағынан барлық Израиль көршілерін алып шығып кету сұранысы қабылданбады. Нәтижеде келісімге қол қойылмады. 2004 жылы Арафат қаза тапты. Клинтон енді ақш президенті емес. Барак болса Израиль бас уәзірі емес еді. 2002 жылдан соң Израиль және Палестина арасындағы тыныштыққа жету тағы да ұзақтай бастады. 2005 жылы Израиль бас уәзірі Ариел Шарон бір жақтама бөліну жоспары маңайында Газа секторға өз өмірін өзі талқылау мүмкіндігін берді. Ол жерден барлық көршілерін алып шықты және өмір сүру орындарын бозып тастады. Соңында Газода үкімет төбесіне Хамас мүшелері келді және Израильге ракеталар жаудыра бастады. Израиль бұған жауап ретінде әлеуметтік қоршау жасады. Шаронның бұл қадамы сәтсіз деп аталды. Келесі Газа сектор Израиль үшін бұрынғыдан да тұрақсыздыққа айналды. Израиль секторды тазалау мақсатында 3 рет 2008 жылы, 2012 және 2014 жылдары әскери операция өткізді. Оның үстіне екі өкіметті тізім пайда болды. Газа секторды Хамас батыс жағалауында Фот басқарды. Достар, Израиль және Палестина ортасындағы кикілжің себепті қазіргі таңда үлкен соғыс басталуға жақын. Израильдің жасап жатқан қадамдары нағыз терроризмнің өзі. Барлық мұсылман бауырлар бірігіп, Иерусалимді сақтап қалады деген үлкен сеніммен видеоны аяқтаймын. Видео ұнаған болса, арнаға жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыз. Сіздермен бірге болған BNKZ арнасы.